енді Саттаулеттің әңгімесіне де қипақтағанына да қарап, бір кішкене бір өзінің қарындасы сияқты бір көріп қалды ма дегенде ой кеп тұр, бір сезімі ашыла қоймағандай, сондай бір білмеймін енді бір болашақ бар ма жоқ па деген сияқты күмән болып тұр ойымда. Қарындасым сияқты болғанда, расымен де шынымен де қарындасым сияқты болсаған, андай бір әңгімелері, еркелігі, сенің алдында кішкентай болып андай бірдеңелерді айтыру, и ол түсіндіру, ол нәрсе маған ұнайды. Ол мысалға, мынандай болмайды, негізін андай болады деген сияқты нәрселерді айтып отырам. Енді сезім бір көргеннен мен ойламаймын, Айдана сен екеуміз почти ұқсас адамдармыз ғой. Просто бір көргеннен менде ашыла қоймайды ондай нәрсе. Менде сәл жүру керек, сәл адамның ішкі жан дүниесін тану керек, сырттай бақылауым керек кішкене. Содан кейін енді мен осы сезонға үйленем деп келгеннен кейін, мен қазір әр қадамымды аңдап басам да, любой движениесіне мен, потому что ертең бір басымды ұстап қалғым келмейді, қалай таңдаудан қателестім деген сияқты. Сол үшін әр кішкентай мелочь болса да, әр детальға мән берем. Сол үшін білмеймін, сезімім айтарлықтай бір ашылып кетті деп айта алмаймын, бірақ адам ретінде, қарындасым ретінде өте әдемі, күшті. Жоқ, мен Баласахан бір нәрсені түсінемін, қарындасым ретінде дегенді түсінбей қалып жатыр. Ол қалай? Жоқ, енді сұрақты естідің ғой сен қалай қойған. Енді мынандай нәрсе ғой, енді қарындасым деген негізі сәл Заринаға тиіп кетіп жатқан сияқты, негізі жаңа түрі өзгеріп кетіп, сәл мимикасы жыбырлап кетті.